Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай Корея халқының пигоди атты тағамының рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар және де видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен пигодинің қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге ұн, жылы су, қант, тұз және дрожжи керек болады. Ең алдымен бізге аппарат жасау керек. Ол үшін суға қантымызды, дрожжимызды салып, араластырып, оны пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Шамамен 10-15 минутқа қоямыз. Міне біздің аппарамыз көтерілді. Енді осы аппарамызды ұнға қосамыз. Оның ортасын ашамыз да осы аппарамызды құямыз. Сосын қасықпен араластырамыз. Кейін қасықпен араластыру қиындатып жатқан кезде қолымызбен араластырамыз да бір келкі қамыр илейміз. Қамырды илеп, ең қандырып болғаннан кейін, оны міндетті түрде майлаңыздар. Мен осы жерде майлауды ұмытып кеттім, бірақ сіздер майлап ыдысқа салыңыздар. Сол кезде ыдыстан жақсы шығатын болады. Енді пищевой пленкамен жабамыз да 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасына кірісеміз. Ол үшін бізге фарш, орам жапырақ, 2 жуа, сарымсақ, тұз және бұрыш керек болады. Осы жерде айта кететін зат, егер сіздердің фарштарыңыз майлы болмаса, міндетті түрде 1-2 ас қасық май қосыңыздар. Жуаны майда етіп турап, фарштың үстіне қостым. Енді сарымсағымызды міндетті түрде үкіштен өткізіп қосыңыздар. Орам жапырақты да өте майда етіп турап қосыңыздар. Рецепттің барлық ингредиенттерін мен осы видеоның астында описанияға жазып қойдым. Сол жерден көре аласыздар. Енді салмасына дәміне қарай тұз және де бұрыш қосамыз. Сонымен қатар өздеріңіздің жақсы көретін дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Енді салмасын араластырған уақытта қолыңдарыңызбен езіп араластырыңыздар. Сол кезде орам жапырақпен пияздың сөлі бөлініп, сіздердің салмаларыңыз шырынды болады. Осымен біздің салмамыз дайын болды. 1 сағаттан кейін міне қамырымыз осылай көтеріледі. Міндетті түрде алдын ала маймен жағып, содан кейін ғана барып жылы жерге жіберсеңіздер дұрыс. Өйткені мені көрдіңіздер ме, менде кішкене қамырым жабысып қалды ыдысқа. Енді кішкене қолымызды майлаймыз да қамырымызды жақсылап тұрып, иін қандырып илейміз. Достар, сіздерді менің осындай қазақша контентті YouTube каналыма қолдау көрсетулеріңізді сұраймын, және де менің каналыма жазылып қойыңыздар. Әлі алдыда көптеген керемет рецепттер болады. Міне біздің қамырымыз осындай қолға жабыспайтындай болып шығады. Енді бізге қамырымызды бөлу керек болады. Ол үшін қамырымызды колбаса тәрізді етіп аламыз. Және де қамырымызды әрбір пигодиға арнап бөлеміз. Әрбір қамырдың салмағын 50 грамм ғып бөлдім. Сонда менде 16 пигодиға арналған қамыр болып шықты. Негізі пигодидің салмағын 80 грамм не болмаса 100 грамм етіп те жасасаңыздар болады. Енді ол әр адамның өзінің қалауына қарай. Өзіме 50 граммдық пигоди ұнайды. Өйткені ол қатты үлкен де емес, қатты кішкентай да емес. Сондай өте әдемі размерде болып шығады. Енді әрбір қамырымызды осылай қолымызбен домалатып аламыз да, енді пигодиімізді жасай береміз. Мен пигодиді мантаваркада пісіремін. Сол үшін мантаваркадан майлап, пигодиімізді сала береміз. Міне қамырымызды осылай қатты жұқа етпей жаямыз. Осыған енді толтырып, фаршты қосқанда жақсы көреміз біз. Сіздерде осылай толтырып қоссаңыздар болады. Біз өзіміз отбасымызбен ішіндегі салмасы көп болғанын жақсы көреміз. Енді пигодиімізді тура осылай көріп тұрғандарыңыздай гармошка тәрізді етіп біріктіреміз. Міне, осындай өте әдемі болып шығады. Қазір тағы да көрсетеміз сіздерге. Жайып аламыз. Міндетті түрде ұнды қолданыңыз. Өйткені ұнды қолданбасаңыздар, қолдарыңызға қамырымыз жабысып қалады.
міне салмасын толтырып саламын. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай гармошка тәрізді етіп жинап аламыз. Өте әдемі болып шығады пико дейміз. Міне дайын. Сіздерге тағы да түсінікті болу үшін тағы да жасадым. Негізі жайған кезде қамырымыз 1-2 сантиметрге кішкене қалыңдау болу керек. Міне қараңыздар, осылай гармошка етіп жинап аласыздар. Ешқандай да қиын емес. Міне пико дейміз осымен дайын. Міне қамырды негізі жайған уақытта қатты жұқа болмау керек. Егер де қатты жұқа жасасаңыздар, онда сіздердің қамырларыңыз жыртылып кетуі мүмкін. Енді дайын болған пико деймізді алдын ала мантаварканың кастрюльна су құйып қоямыз, ысытып қоямыз суымызды қайнатып, және де мантаваркаға салып 45 минутта пикодиларымызды пісіреміз. Тура мантыны пісіргендей пикодемізді 45 минут пісіреміз. Қырық 45 минуттан кейін біздің пикодеміз дайын болады. Өте дәмді болып шығады. Бұл тағам Кореяның тағамы болғаннан кейін міндетті түрде сәбізді салатпен, не болмаса соевый соуспен, кетчуппен жесеңіздер өте дәмді болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Келесі кездескенше күн жарық.